Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Құрметті көрермендер, қазіргі бейне таспа арқылы арамыздағы ең ақылды адамды білетін боламыз. Бүгін бізде қызықты сұрақтар күтіп тұр. Олай болса, ойынымызды бастайық. Сұрақтар саны 20, жауап беруге 5 секунд беріледі. Ал олай болса бастаймыз. Бірінші сұрақ. Түркияның астанасын білесің бе? Жауабы Анкара, таба алдың деп ойлаймын. Екінші сұрақ. Әлемдегі ең үлкен мұхит қайсы деп ойлайсың? Әрине, дұрыс жауабы Тынық мұхит. Үшінші сұрақ. Ең үлкен планетаны білесің бе? Дұрыс жауабы Юпитер. Төртінші сұрақ. Қазақстанның алғашқы астанасын тап. Дұрыс жауабы Орынбор. Бесінші сұрақ. Ең кіші материк қайсы? Жауап Австралия. Алтыншы сұрақ. Қазақстанның ең биік шыңын білесің бе? Дұрыс жауабы Хан Тәңірі. Жетінші сұрақ. Әлемдегі ең үлкен арал қандай? Жауабы Гренландия. Сегізінші сұрақ. Әлемдегі ең ұзын тау жүйесін тап. Жауап Анд тауы. Тоғызыншы сұрақ. Ең кішкентай құс қайсы? Колибри құсы ең кішкентай. Оныншы сұрақ. Күн жүйесінде қанша планета бар? Жауап 8 планета. 11-ші сұрақ. Қазақстанның ең үлкен көлі қайсы? Жауап Каспий теңізі. 12-ші сұрақ. Қазақстанда алтын адам қай жерде табылған? Жауап Есік қорғаны. 13-ші сұрақ. Қазақстандағы ең терең көл қайсы? Жауабы Марқакөл. 14-ші сұрақ. Жеті жарғы заңдар жинағы қай ханның кезінде қабылданды? Жауабы Тәуке хан кезінде. 15-ші сұрақ. Әлемдегі ең ұзын өзен? Жауап Ніл өзені. 16-шы сұрақ. Әлемдегі ең үлкен шөлі қайсы? Ең үлкен Сахара шөлі. 17-ші сұрақ. Италияның астанасы қай қала? Жауабы Рим қаласы. 18-ші сұрақ. Жер шарындағы ең төменгі нүкте қай жерде орналасқан? Жауабы Мариан шұңғымасы. 19-ші сұрақ. Бразилияның астанасы қай қала? Жауабы Бразилия. 20-ші сұрақ. Әлемдегі ең терең көл қайсы? Жауабы Байкал көлі. Өз білімдеріңізді тексердіңіздер, немесе білмеген сұрақтарыңызды үйрендіңіздер деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Біздің басқа видеоларымызды көру үшін осы жерді басыңыз, және арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта біз сіздерге тағы да қызықты және танымды видеолар дайындаймыз. Сау болыңыздар.